Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге көпшіліктің жақсы көріп жейтін осындай кабачкиден икрасын жасап көрсететін боламын. Ол үшін біздерге алдымен кабачкиімізді тазартып, ішіндегі дәнектерін алып, жақсылап ұсақтап турап алдым. Және де пиязы мен сарымсағымды да ұсақтап турап, сәбізімді үккіштен өткізіп дайындап қойдым. Келесі кезекте ыдысымызға майымызды құйып, бір қыздырып аламыз да, сол қызған майыма сәбізімді салып, 10 минут жақсылап қуырып алдым. Осы қуырылған сәбіздің үстіне пиязымды салып, тағы да араластырып, 10 минутқа қойдым. Бізде осындай керемет салма дайын болып жатыр. Осының үстіне енді мен өзіңіздің кабачкиіңіздің салмағына қарай қосасыздар. Менде 5 килограмм кабачкиге 400 грамм томат пастасын салдым. Осы салынған салмамды енді мен араластырып тұрып, 5 минут тағы да қуырып алдым. Осылай қуырып дайындағаннан кейін үстіне жайлап кабачкиімізді саламыз. Сіздерде енді осындай етіп толып кетуі мүмкін, одан қорықпаңыздар. Кабачки өзі біртіндеп қайнап тұрғанда салмағын 2 есеге азайтатын болады. Барлық кабачкиімізді осылай араластырып, жақсылап, міне өзінің суына бұқтырылып жақсылап піседі. Мен осылай 40 минут қойдым. 40 минуттан кейін менде осындай керемет пайда болды. Осының үстіне сарымсағымды салып, тағы да 5 минут бұқтырып, сол дайын болған икрамды енді мен блендермен езіп алдым. Осылай блендермен жақсылап барлығы біркелкі езіп аласыздар. Сізде блендер болмаса, ет тартқыштан өткізсеңіз де болады. Бізде енді осындай керемет икра дайын болды. Осыны тағы да 10-15 минут газге қойып бір қайнатып аласыздар. Көріп тұрғаныңыздай, ол қайнағанда мықты бұрқылдап шашырайтын болады. Абай болыңыздар. Осы қайнап жатқан сал икрама мен 5 үлкен қасық қантпен көз мөлшерімен тұзымды салған болатынмын. Енді көп жағдайда мен тұздың салмағын айтпаймын, өйткені тұз әркімде әрқалай. Осылай сөндірейін деп тұрғанда 5 минут бұрын уксусымды құям. Менде 9% уксус 2 үлкен қасықпен құйып жақсылап араластырып алып, банкілеріме, дайындап қойған банкілеріме құйып бастадым. Осылай етіп барлығын теңдей құйып аласыздар. Менде 5 литр 5 килограмм кабачкиден 8 литр икра шықты. Менде енді банкілерімнің размері әртүрлі болғандықтан сіздерге ескертіп жатырмын. Осында етіп әдемілеп барлығын құйып дайындап алдым. Бұл менде бір қысқа дейін жетпей кей уақыттарда бітіп қалады. Біздер енді бұны жыл сайын дайындаймыз. Өте дәмді, ең бастысы аз ғана ингредиенттен өте дәмді осындай икра шығатын болады. Сіздерге жасап көруге кеңес берем. Сіздермен болған Айгерім. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.